азан айтылып жатса орнына тұра қалады ше. Мүмкін сол үшін жәннатқа кіріп кетуі мүмкін ол адам. Ассалаумағалейкум қадірлі жамағат. Азан шақырып жатқанда қандай әрекет жасаған дұрыс? Не айту керек деген сұрақтар мазаласа, осы бейнероликті соңына дейін қараңыздар. Біздің арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз, жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Адамның азанды естіген кезде не айтуы мұстахаб, не айтуы керек жалпы азан айтылған кезде. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына хадисі ан Аби Саидин аль-Худри радиаллаху анху. Мына кітап айттым ғой сіздерге. Бұл жерде Ханафи мазхабындағы негізгі фихта, ғибадатта дәлел болған хадистерді келтірген. Мынау ан Аби Саидин аль-Худри радиаллаху анху қал. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан жетеді. Ол кісі былай дейді: Сами'ту Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам яқул. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп тұрғандығын естідім дейді. Иза сами'тумул муаззина, сендер муаззин, яғни азан айтушыны естіген кездеріңде, фи хадис Малик ан-нидаа фақулу мисла ма яқулу. Малик радиаллаху анхудың хадисіндегі секілді дейді, жаңағы азан, нида, не айтылып жатыр? Фақулу мисла ма яқул. Ол не айтып жатқан болатын болса, соны қайталаңдар дейді. Соны айтыңдар дейді. Иза сами'тумул муаззина, муаззинді естісеңдер, яғни азанды естісеңдер, фақулу мисла ма яқул. Ол не айтса, соны қайталаңдар. Аллаху акбар деді ма, сендер де Аллаху акбар деп қайталаңдар. Сумма саллу алейя. Содан кейін маған салауат келтіріңдер. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Фаиннаху мен салли алейя, кімде-кім, өйткені кімде-кім маған салауат айтатын болса, салатан бір салауат айтатын болса, саллаллаху алейхи биха ашран. Аллах тағала оған 10 салауат айтады дейді. Яғни Аллах тағала оған 10 есе артық, 10 есе рахмет көрсетеді дейді. Яғни Аллах тағаланың адам баласына салауат айтуы, ол адамды не істеуі, кешіруі, яғни мейірімділігіне алуы болып есептеледі. Пайғамбарымыз бізге шапағатшы болсын деп тілеңдер дейді. فَإِنَّهَا مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. Өйткені уәсила деген нәрсе дейді, бір мекен дейді, бір немесе бір мақам дейді. Яғни бір мақам деген сөз дәреже дейміз ба, или бір бұлай айтқан кезде мүмкіндік дейміз ба, сондай нәрсе келеді. Жәннаттағы бір мүмкіндік дейді. Ол жәннаттағы мүмкіндік ешбір адамға берілмейді дейді. Ол бір-ақ адамға беріледі дейді. Ва аржу ан акуна ана хуа. Мен Аллах тағаладан тілеймін, яғни Аллах тағаладан үміт етемін, сол адам мен болайын деп тілеймін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Яғни шапағат ететін, уәсилат ететін. Мен сол болайын деп тілеймін дейді Аллах тағаладан. Фәмән сәәләллаху ли әл-уәсилата, кімде-кім Аллах тағаладан мені уәсилат етіп сұрайтын болса, яғни уәсиланы қазір түсіндірем. Біз Құран оқимыз, Құран оқимыз. Я Аллах тағала, осы Құранның құрметіне менің құлшылықтарымды қабыл етті. Бұл уәсила. Бұл айтқан кезде Аллах тағалаға өзінің бір амалыңды көрсетіп жатсың. Я Аллах тағала, мен Құран оқыдым, сауап істеп жатырмын. Осы сауап болатын болса, осы Құранның құрметіне менің дұғамды қабыл ет деген сияқты. Бірақ атақты оқиғаны білесіздер, 3 адамның жаңағы бір үңгірде қамалып қалатын. Солар не істейді? Өздерінің амалдарын Аллах тағалаға айтады. Я Аллах тағала, мен пәлен уақытта осындай бір жақсылық жасап едім. Сол жақсылықтың құрметіне осы тасты жылжыта көр дейді. Я Аллах тағала дейді. Сол сияқты. Я Аллах тағала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның құрметіне бізді шапағатына лайық ете көр. Соның құрметіне Аллах тағала біздің жасап жатқан құлшылығымызды қабыл ете көр деген секілді уәсила осы нәрсе. Енді келесі бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді:
Бұл хадис ан Абдуллах ибн Утба ан Умми Хабибата. Умми Хабиба деген кісіден риуаят етіледі. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кана иза сами'ал муаззин яқулу мисла ма яқул. Пайғамбарымыз жаңағы муаззин, азан айтушы, азан айтқан кезде азан қалай айтылған болатын болса, солай қайталайтын дейді. Хатта яскута, ол бітіргенге дейін, азан бітіргенге дейін соны қайталайтын дейді. Енді тағы бір нәрсе бар. Жаңағы хайя аля салах, хайя аля фалах деген жерлер бар, хадис неде, азанда. Осы жерлерде не айтылу мәселесі? Хайя аля салах, хайя аля фалах деген кезде ла хаула ва ла қувата илля биллах деген сөзді айту мәселесі дейді. Иза қала ал-муаззину Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деген кезде азан айтушы адам فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر дейтін болса, ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله деген кезде сол қайталайтын болса, содан кейін أشهد أن محمد رسول الله деген кезде оны да қайталайтын болса, одан кейін ثم قال, содан кейін حي على الصلاة деген кезде فقال لا حول ولا قوة إلا بالله дейтін болса, хайя аля фалах деген кезде де ла хаула ва ла қувата илля биллах дейтін болса, сумма қала Аллаху акбар дейтін болса, осы азанды қайталап, хайя аля салах деген кезде ла хаула ва ла қувата илля биллах, хайя аля фалах деген кезде ла хаула ва ла қувата илля биллах дейтін болса, дахалал джаннат, жүрегімен айтатын болса дейді. Қараңыздар, бір азанмен біз не істеуімізге болады? Жәннатқа кіріп кетуімізге болады. Осы жерде бір хадисті айта кетейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Кейбір уақыттарда біз не қыламыз? Ойланып отырамыз, я Аллах тағала, біз құлшылықтарымызды орындаймыз, намаздарымызды кейбір кезде кешіктіріп жатамыз, күнәлар бар өмірімізде деп, я? Сол кезде мынандай бір хадис еске келеді, еріксіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына былай дейді, сахабаларына қарап тұрып айтады оны. Енді сахабалар, олар басқа адамдар ғой енді. Соларға қарап тұрып айтады. Бірақ дейді, бір уақыт келеді дейді. Үмметімнен бір уақыт келеді, бір заман келеді дейді. Олар Аллах Тағаланың әмірлерінен 10-нан бірін орындайтын болса, жәннатқа кіреді дейді. Қараңыздар. Сол уақыт қазіргі уақыт негізі. Аллах Тағаланың әмірлерінің 10-нан бірін орындайтын болсақ, жәннатқа кіреміз. Сол 10-нан бірін орындай алмайдық қой біз. 10-нан бірін орындай алмайдық қой біз. Намаз оқысақ, оразаны ұстасақ, зекетімізді, садақамызды берсек, оған қосымша, жаңа жоғарыда айтқанымыз секілді, өтірік айтпауымыз керек. Аманатқа қиянат жасамауымыз керек. Уәдемізде тұруымыз керек. Отбасымызға дұрыс қарым-қатынаста болуымыз керек. Адамдармен дұрыс қарым-қатынаста болуымыз керек. Бұл айтқан кезде мұсылмандық әдеппен, мұсылмандық ақлақпен ақлаққанымыз керек. Сол кезде ол 10-нан бірі болып есептеледі, жаңағы айтқан секілді. 10-нан бірі болып есептеледі. Әлі 10-нан біріне кім біледі, 10-нан біріне жетпеуі де мүмкін. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан секілді 10-нан бірін жасасақ, жәннатқа кіреміз. Соны ұмытпау керек те. Мына хадисте де айтып отыр ғой. Бекерге айтылып отқан жоқ мына нәрселер. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына хадисті бекерге айтып отқан жоқ. Өйткені бізден кейінгі келетін үмметтің халін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсы білді. Өзінен кейінгі келетін үмметтің халін, яғни біздерді. Біздердің халімізді жақсы білді. Сондықтан да осындай хадистерді айтып отыр бізге. Ең болмаса азанды айт. Азан айтылған кезде қайтала. Соны жүрегіңмен қайталайтын болсаң, жәннатқа кіресің деп отыр. Ең болмаса осыны істеші дейді. Ол саған 10-ның бәрін айтып отқан жоқ. Ең болмаса осы 10-ның бірін істеші деп отыр да. Мен кейбір кезде қызығам былай айтқан кезде. Анау дінді білмейтін мұсылман ғой барлығы, Аллаға шүкір. Жаңағы намаз оқымайтын. Азан айтылып жатса, орнына тұра қалады, ше. Мүмкін сол үшін жәннатқа кіріп кетуі мүмкін ол адам. Өйткені Аллах Тағаланың аты айтылып жатқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аты аталып жатқан кезде, ол азанның бір қасиетті екендігін ұғынып отыр да.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан секілді. Оның қасиетті екендігін соны тыңдайды ол. Тұра қалады орнында. Тұра қалып тыңдай қалады. Мүмкін Аллах тағала сол үшін жәннатқа кіргізуі мүмкін ол адамды. Ол өйткені Аллах тағалаға иман етіп отыр да, шын жүрегімен иман етіп отыр ол. Түсінікті? Сондықтан да біз иман ететін болсақ, шын жүрегімізбен иман етуіміз керек. Бір амалды жасайтын болсақ, шын жүрегімізбен жасауымыз керек. Ол жүрекпен жасалмаған кез келген амал бос болып есептеледі. Жаңағы жоғарыда айтылған хадистерге секілді. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин. Аллах